Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып отырсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Менің инстаграмым Жұлдызай Талғатовна. Сол жаққа да өтіп кетіңіздер. Ол жақта жаңа посттар және де стористар болады. Сол себепті сол жақта сіздерді күтемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мен жайлы қысқаша ақпарат. Менің толықтай аты жөні Нуаза Жұлдызай Талғатқызы. 2002 жылғымын, 20 жастамын. Осы жылы, яғни жазда 20 жасқа толдым. Туған жерім Тараз қаласы, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Мәдімар ауылы. Осы жылы Евразия ұлттық университетінің заңгер мамандығында 4-ші курс студентімін. Бос уақытымда не істеймін? Ән айтамын, би билеймін, кітап оқимын. Осылай сіздерге видеолар түсіремін. Бұл өмірдегі менің мақсатым. Ақылды, әдемі, мейірімді, қарапайым, отбасының ерке қызы, болашақ жарымның сүйікті жары және инабатты ана болу. Мен әр күн сайын өзімнің мақсаттарымды жазамын, яғни армандаймын бірінші. Армандағаннан кейін соған мақсат қойып, күніге бір кішкене ғана нәрседен жасап, сол мақсатқа жету. Мен туралы факт. Бірінші, азында ылғи су ішемін. Күнделік жазғанды ұнатамын. Күнделікті әр тұлға жазу керек, яғни сол арқылы сен өзіңе есеп бересің және өзіңнің не істеп жүргеніңді білесің. Ылғи бір нәрсе үйренгім келіп тұрады. Әйтеуір бір нәрсені үйреніп, соны дамытқым келеді. Білмеймін не үшін екенін, бірақ көп нәрсені үйрене бергім келеді, содан жалықпаймын. Дорама көрген адам. Дорамамен сіздер де көретін шығарсыздар. Дорама қатты жақсы көремін. Дораманы бұрын мен көрген кезде азынан кешке дейін, яғни түнге дейін көре беретін. Ал қазір соны кішкене азайттым. Күніне әйтеуір бір серия немесе 2 серия көріп қоямын. Әйтпесе бір бастасам, сол дораманы бітпейінше көре берем. Дорама не үшін еді? Дорама, яғни басында мен киноларды жалпы түрлеріне қарап таңдаймын. Түрі әдемі болса, онда мен ол киноны көрем. Ал если оның түрі вообще, киноның түрі немесе адамдардың түрі вообще онша емес, әдемі емес болып тұрса, мен уже көргім келмей қалады. Білмеймін, желание вообще болмай қалады. Сол себепті дорамадағы білесіздер, жігіттер қандай әдемі, қыздар қандай әдемі, өздеріне күтініп қалған, жаңағыдай күшті, нежный, сондай болады. Сол себепті маған дорама ұнайды. Ренжісем сөйлемеймін. Мен ренжіген уақытта маған ешкім тиіспеу керек. Если сол уақытта маған біреу тиіссе, бітті болды. Анау уже менің ашуымның бәрін алады. Маған бір бүйтіп тиісіп қалды ренжіген кезде, мен бар ашуымды сол адамнан аламын. Сол себепті мен ренжіген уақытта көп адамдармен сөйлеспеймін. Маған сөйлесе де, мен просто аха деп қоя саламын. Немесе сөйлемей, үндемей просто кетіп қаламын. Потому что мен ол адамды ренжітіп алуым мүмкін. Сол себепті мен ренжіген кезде мен сөйлемеймін. Және мен ренжіткен уақытта, яғни ренжігеннен қайтын татуласасың ғой. Бірақ мен кешірем, мен қатты ренжітсе де мен оны кешірем. Себебі айтады ғой, Алла кешіріп тұрған кезде сен неге кешірмейсің? Сен кімсің вообще? Сол себепті мен кешірем, бірақ екінші рет ол адаммен бұрынғыдай қатынаста бола алмаймын, сөйлесе алмаймын. Тура бұрынғыдай сөйлесіп, ой, деп бүйтіп күліп жүре алмайды екенмін. Мен сыр сақтай аламын. Неге? Мен мына отбасыда болып жатқан, немесе ана тұлғаның басында болып жатқан оқиғасын мен біреуге жеткізіп айтпаймын. Неге? Себебі әркімнің өзінің личный пространствосы болуы керек. Ол маған айтпай қойшы деп айтпаса да, мен оны айтпаймын. Себебі ол маған сеніп сол сырын айтты. Может, ол маған айтпай қойшы ешкімге дегенде ұмытып кеткен шығар. Все равно бәрібір біз әркімнің өзінің құпиясын, яғни ол саған сеніп тапсырып айтқаннан кейін
оны құрметтеуге біз міндеттіміз дей ма сондай короче. Енді если қатты міндетті деген бір сөз прям бүйтіп андай біртүрлі естілуі мүмкін. Может әшейін просто сенің есіңнен шығарып тастауыңа болады. Мен көбіне солай жасаймын. Маған біреу сырын айтты. Кейде болады енді сақталып қалады, кейде мен просто так есімнен шығара саламын, потому что ол маған не нужная информация. Мен бір точкаға қарап тұра беруім мүмкін, немесе адамға қарап тұра беруім мүмкін бүйтіп. Білмеймін не үшін екенін, бірақ маған қараған ұнайды, адамдардың көзіне қараған ұнайды. Прям бүйтіп олардың көздері басқаша әңгіме айтатын сияқты көрінеді маған. Көздеріне қарап тұрып, мысалы біреу маған сөйтіп әңгіме айтып тұрған кезде мен оның көзіне қарап тұрамын. Прям көзіне қарап тұрамын, түріне қарап тұрамын, сондай. Кейде ол әңгіме айтпаса да енді қарайсың ғой, сол кезде маған айтады, сен неге олай қарайсың, жаман қарайсың ғой деп қояды. Мен бірақ как будто оларға мен қарасам, мен бір нәрсе ойлап тұрған сияқты көрінеді екен, оказывается. Бірақ мен ештеңе ойламаймын, ол туралы жаман нәрсе де ойламаймын, ештеңе ойыма ештеңе келмейді мен қараған уақытта. Бір точкаға қарасам да тоже ештеңе ойламаймын, просто да қарап отыра бергім келеді. Еще тағы да, мысалға маған біреу сырттан қарап тұрса, мен оны байқамаймын. Мен жәнінде отырып, мысалы бүйтіп қарап отырады, ұзақ уақыт қарап отыратын адамдар бар ғой. Сондай адамдарды мен байқамаймын. Мен мына жақтағы адамдарды пішіп, мына жақта көзіме көре алмайды екенмін. Тек қана өзім мән беріп жан-жағыма біреу қарап тұр ма деген сияқты бүйтіп қараған кезде ғана мен оны көруім мүмкін, ал былай мен көрмейді екенмін. Потому что маған солай группаласым, сен жаман қарайсың, мысалы тура солай саған қараймын деді. Сосын бір сабақта отырып ол маған қарап отырыпты. Сонымен мен оны байқамаған, просто так отыра берген, өзімнің жұмысын істеп сөйтсем айтады, Жұлдызай деді, сосын қарашы маған десе, мен саған бағана бері қарап отырмын, сен неге қарамайсың дейді ма. Сосын пішемін байқаған жоқпын деп қоямын ғой. Сондай қызықтар бар. Кітап оқыған ұнайды. Кітап оқу, мен бұны прям өзімді қинап тұрып басында оқыттым. Себебі еще кітап оқымай кеттім да. Содан кейін мен алдым өзім қолыма, кітап оқысаң сен дамисың, жүресің, алдыға мақсаттарыңа жетесің дедім да. Алдымда бір кітапты алып оқыдым. Сол кітапты оқығаннан кейін барып менің шабытым ашылды, сосын басқа кітаптарды оқи бастадым. Сөйтіп кітаптарым көбейе бастады. Кітап оқу өте пайдалы, сол себепті сіздерге де кеңес беремін. Кітап оқыңыздар, кітапта көп нәрсе жазылған. Кітапқа прям бүйтіп бастағаннан кейін ол беріліп кетесің. Тағы да бір құпия, кітапты оқыған кезде 50 бетіне дейін қызықсаң, ары қарай оқисың. Ал егер қызықпасаң, онда вообще ол кітап саған қызық емес болады. Бүкіл 300 бетің, 400 бетің, 500 бетің болса да, ол саған қызық емес болады. Сол себепті 50 бетке дейін оқып, сол егер қызық болса, онда ары қарай оқыңыздар. Ал если ол қызық емес болса, онда ары қарай оқымай қойғандарыңыз просто так уақыт өткізу болады. Бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Мен туралы қысқаша ақпарат аяқталды. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, онда асыға жазып кетіңіздер. Тағы да сұрақтармен толықтыра отырып, тағы да новый версия жасап видео салатын боламын. Ал сіздермен болған Жұлдызай, келесі көріскенше. Бай-бай!